Шайтан ұлық Алладан әйелдердің сұлулығын сұрап алды. Кесірлі шайтан ұлық Аллаға барлығына ризық бересіз ғой. Маған да адамдарды аулауым үшін өнімді айла қулық беріңіз дейді. Алла оған алтын, күміс және үйір-үйір жылқыны көрсетіп, сен адамдарды осылармен ақымақ етуіңе болады дейді. Ал шайтан өте жақсы деп, апельсиндей сары үлкен тілін салақтата жалаңдатты. Алла асыл тастар мен құнды металдарды да беріп, осылармен тұзағыңды құр. Қарғысталған жаратылыс дейді. Шайтан болса, ұлық Раббым, тағы да көптеп беріңіз деп жауап қайтарады. Алла оған дәмді ас, нан, тәтті кәмпит, арақ, шарап және жібек заттарды береді. Бірақ шайтан оған тоймай, құдіретті Алла, маған көмек етіңіз. Оларды алақанымда ойнатып ұстауым үшін тағы да көп нәрсе беріңіз. Себебі сіздің батыр пенделеріңіз бар. Олар күшті жігермен қақпанды бұзады, тұзақтың арқанын үзеді, шығып кетеді. Ақылды құлдарыңыз ақымақтарға ұқсамайды. Олар бұл айлаларды парықтай алады. Биік аршының сұлтаны болған ұлық Алла маған адамдарды түгел алдауға жететін, олардың басын бірден айналдырып, құлататын айла керек дейді. Алла оның алдына арақпен сыған бейшілерін қойды. Ал шайтан жүрегі жартылай қуана күлімсіреп, және де сәл жетпей тұрғанын айтты. Алла ердің есін аудырып, ақылын перделейтін, сабырын ертетін әйелдердің сұлулығын көрсетті. Сол кезде шайтан саусақтарын шартылдатып, қуанғаннан айнала билей бастады. Беріңіз, міне қазір мен өзіме керегін нақ таптым дейді. Шайтан осы әйелдердің ерлерді тартып, ойын еліктіретін, абдыратып тілін байлап тастайтын өте тартымды тұңғиық көздерін, тұтанған бақордай жүрекке сызат салатын сұлу жүздерін, әдемі жерлерін, қиылған қас кірпіктерін, лағылдай қызыл еріндерін көрді. Ол осыларды көрді де, жұқа перденің ар жағынан Алланың сұлулығын көргендей болды. Содан соң қатты қуанып, шаттана күлді және шыр айналып, мәз бола биледі. Бұл әңгіме Мәулана Руми әулиенің Мәснави кітабынан алынды.